Өңірде эпидахуал тұрақты, бірақ кейбір аудандарда науқастар саны көңіл көншітпейді. Облыста екпе қабылдау көрсеткіші де төмен емес. Өткен 10 айдағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіште жаман емес. Бұл туралы облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте айтылды. Толығырақ келесі материалда. Жалпы өңірде науқастар саны азаюда. Облыс бойынша тіркелген науқастар саны 21234. Өткен тәулікте 3 науқас тіркелген. Мойынқұм, Шу аудандарында өткен аптадан бері науқастар саны өспесе төмендеген жоқ. Қазіргі таңда қауіпті індетті жұқтырған 243 науқас емделіп жатыр. 3 науқас өмір үшін күресуде. Ал жансақтау бөлімінде 27 науқас, 19 науқас үй жағдайында ем қабылдауда. Науқастардың арасынан күнде 1-2 адам өлімі тіркелуде. Бүгінде ауруханаларда 4760 инфекциялық төсек, 501 реанимациялық төсек жасақталған. Күннен күнге науқастар санының кеміп келе жатқан, тілге тиек еткен өңірдің бас дәрігері оқушылар мен жүкті әйелдерге салынып жатқан Pfizer екпесі жөнінде сөз қозғады. Біздің облыста осы Pfizer вакцинасын алатын контингенттің саны 139.230. Оның ішінде 12-17 жастағы адамдар 110.198, жүкті әйелдер 7.748 және мына бала емізіп жүрген әйел адамдар 21.284. Енді біз өткен осы пандемиядан бастап жұмысымызды бастап кеттік. Кешке дейінгі мәлімет бойынша 190 адамға вакцинация жасалды. Жалпы облыста Pfizer вакцинасының 40.950 дозасы бар. Дәрі-дәрмек пен екпеден жетіспеушілік жоқ. Облыста 631.000 адам екпе қабылдауы тиіс еді, бірақ 587.245 адам ғана бүгінде екпе қабылдап үлгерген. Екпе қабылдау көрсеткіші әлі де төмен, 93%-ды құрап отыр. Аймақ басшысы Тараз қаласы мен Шу аудандағы вакцинадан өту көрсеткішінің төмендігін сынады. Вакцинация қарқыны төмен қалалық емханалар қатарында Болашақ және Даримед жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бар. Но болмайды. 1 декабрьге дейін біз 100% бітіруіміз керек. Облыстар бітірді ғой, Шығыс Қазақстан 100% болды. Қалғандар 98-99 болды. Осы уақытқа дейін біз әрдайым 3-ші орында келе жатыр едік. Қазір жүр 4-ке түстік. Осылай жұмыс істейтін болсақ, одан да төмен түсеміз. Енді бізді салыстыруға болмайды ғой басқа облыстармен. Қашанға айтуға болады анау Болашақ пен Даримедті? Неге оларға шара қолданбаймыз? Мен сізге айттым, біз оларға мемлекеттік тапсырыс береміз ғой. Жекеменшік бола ма, басқа бола ма? Яғни мемлекеттен қаржы алып отыр. Сондықтан олар мемлекеттің саясатын жүргізу керек. Облыста 10 айдағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіш жаман емес, десе де кейбір салаларда көрсеткіш төмен. Мәселен, дегенмен бізде барлық көрсеткіштерде оң динамика сақталғанымен, құрылыс, сауда және инфляцияда бізде республикалық көрсеткіштен төмен қалыптасты. Мынау өңірлер арасында тұрақты 2-ші орында қалыптасып отыр. Экономикалық өсім 104.9% деңгейінде қалыптасты. Жаңа қысқаша тоқталып кетейін, өнеркәсіп саласындағы өсім 5% деңгейінде, ауыл шаруашылығында 0,1%, инвестиция 11%, құрылыста 7.3% көлемінде және тұрғын үй көлемінде 16.4% көлемінде қалыптасты. Жиын соңында облыс әкімі әлеуметтік экономикалық өсім былтырғыдан жоғары болу керектігін баса айтты. Жауапты мамандарға тиісті тапсырма жүктеді. Айгүл Пірәлиева, Ахан Әбілхайырұлы, Ғани Бекбай, 7-7 News.